Сәлем достар, бұл Қазақ Storytime, біз бастаймыз. Ну все, ребята, теперь сидите тут. Понял? Үнсіз тайга және орман иесі. Солтүстіктің қалың, адам аяғы баса бермейтін қарағайлы орманы. Бұл жердің өз заңы, өз тыныс тіршілігі бар еді. Жүздеген жылдық алып ағаштар аспанды тіреп тұрғандай көрінетін, ал орманның іші тіпті күндіздің өзінде ымырт жабылып тұрғандай күңгірт болатын. Бұл орманды жергілікті халық қара тайга деп атайтын. Оның тереңде адасқан адам қайтып оралмайды, өйткені ну орманның арғы жағында түбі жоқ, адам түгіл аң батса шыға алмайтын атақты ханды батпақ жатыр еді. Осалып орманның бір шетінде шағын ғана ағаш үйшікте елуді орталап қалған орманшы Қасым өмір сүретін. Оның жүзі желге қақталған, қолдары қарағайдың қабығындай бұдырлы, ал жанарында орманның өзіндей терең әрі сабырлы үнсіздік бар еді. Ол бұл тайганың әрбір соқпағын, әрбір аңының ізін бесаусағындай білетін. Қасым үшін табиғат ең әділ сот, ең жанашыр дос болатын. Өйткені адамдар әлемі оған тек қайғы әкелген еді. Осыдан 5 жыл бұрын сүйікті әйелі аурудан қайтыс болған соң, ол қаланың ушуынан безіп, осы орманға бір жола көшіп келген. Оның жалғыз жұбанышы, өмірінің мәні 20 жасар қызы Айжан еді. Қаладағы университетте оқитын Айжан жазғы каникулында әкесін сағынып, орманға 2 аптаға демалуға келген болатын. Қыздың келуімен ескі ағаш үйшіктің іші нұрға бөленіп, Қасымның мұздаған жүрегі ерігендей болды. Олар кешкісін пештің жанында шай ішіп, таңертең құстардың әнімен оянатын. Бірақ бұл жұмақ тыныштығының қаншалықты тез бұзылатынын ол кезде ешкім сезбеген еді. Шақырылмаған қонақтар және ажалдың ізі. Тамыз айының соңы. Ауада күздің алғашқы ызғары сезіле бастаған кез. Қасым таңертең ертемен орманның солтүстік жотасына кеткен болатын. Ол сол маңда заңсыз ағаш кесушілердің ізі бар деген күдікпен аумақты тексеруге шыққан. Айжан үйшікте жалғыз қалып, пешке нам пісіріп кітап оқып отырды. Бірақ Қасым солтүстіктен емес, батыс жақтан ескі қара жолмен келе жатқан қауіпті байқамады. Орманның шетіне шаңға батқан, нөмірлері балшықпен сыланған ескі УАЗ көлігі келіп тоқтады. Ішінен 5 адам түсті. Олар жай ғана қаңғыбастар немесе адасқан туристер емес еді. Бұлар қаладан қарулы қарақшылық шабуыл жасап, инкассаторларды тонап қашқан, іс жасыру үшін орманға кіріп кеткен нағыз қанпезер қылмыскерлер болатын. Олардың басшысы лақап аты Тарлан, көздері қанталаған, ешқандай адамгершілік қасиеті қалмаған, түрмеде талай жыл отырып шыққан қатыгез жауыз еді. Мына қарғыс атқан орманда тығылатын жер бар ма өзі? Деп ақырды Тарлан, масаларды қолымен қағып. Тарлан, ананы қара. Түтін шығып жатыр. Деді оның қасындағы жігіттерінің бірі, ағаштардың арасынан көрінген Қасымның үйшігін нұсқап. Қарақшылар мылтықтарын кезеніп, үйшікке қарай ақырын жақындады. Олар іште кім бар екенін білмеді, бірақ оларға тамақ, жылы орын және көліктеріне жанармай керек еді. Олар үшін адам өмірі жәндіктің өмірімен бірдей болатын. Пираған жұмақ және жүректі тілген айқай. Үйшіктің есігі жолына ашылды. Пештің жанында қамыр илеп тұрған Айжан шошып кетіп, қолындағы ыдысын түсіріп алды. Оның алдында мылтық кезенген, үстерінен тер мен қанның иісі сасыған 5 еркек тұрды. Оп, бәрекелді. Қараңдаршы, мына глушта түкпірде қандай сұлу періште жатыр. Тарланның езуінде жиіркенішті күлкі пайда болды. Ол мылтығын иығына асып қызға қарай жақындады. Кімсіңдер? Тимеңдер маған. Қазір әкем келеді. Оның қаруы бар. Айжан шегіне беріп, үстелдің үстіндегі пышақты алмақшы болды. Бірақ қарақшылардың бірі оның қолынан шап беріп ұстап, қабырғаға қатты итеріп жіберді. Қыздың басы ағашқа соғылып, есін жоғалта жаздады. Әкең келгенше біз үлгереміз, сұлуым, деді Тарлан, қыздың шашынан жұлқа тартып. Сол күні орманның үнсіздігін жас қыздың жан ұшыра шыққан айқайы бұзды. Бірақ қалың қарағайлар бұл айқайды жұтып қойды, орманшы тым алыста еді. Қанға бөккен қайту. Түстен кейін Қасым үйшігіне жақындап қалды. Оның жүрегі неге екені белгілісіз, әдеттегіден жиі соғып, бойын түсініксіз үрей биледі.
Оның иттері алдын ала үрмеді, қарақшылар оларды бірінші кезекте атып тастаған болатын. Үйшіктің алдына келгенде Қасымның демі тоқтап қалды. Есік сынған. Терезелер шағылған. Иттері қанға боялып, аулада өліп жатыр еді. Қасым мылтығын кезеп үйге атып кірді. Айжан. Үйдің іші тасталған. Ыдыстар сынған. Киімдер шашылған. Ал бұрышта жыртылған көрпенің үстінде Айжан жатты. Оның үсті басы қан, киімдері жыртылған, көздері шарасынан шыға қорқынышқа толып, өзі бір нүктеге қарап қатқанда қалған. Ол тірі еді, бірақ оның жаны әлдеқашан өлтірілген болатын. Құлыным. Ботам менің Қасым мылтығын тастай салып, қызының жанына тізерлей құлады. Ол қызын құшақтап өкіре жылады. Қасымның көз жасы Айжанның қанға боялған бетіне тамып жатты. Қыз әкесін танымады, ол тек дірілдеп, бұрышқа одан сайын тығыла түсті. Бұл көрініс әкенің жүрегін мың бөлшекке бөлді. Ол қызын төсекке жатқызып, жараларын таңып, жылы сумен жуды. Айжанға тыныштандыратын шөптерден қайнатпа беріп, оны ұйықтатты. Аждаханың оянуы. Қызын ұйықтатқан соң, Қасым аулаға шықты. Ол сынған терезеге, өлген иттеріне және үйшіктің алдындағы балшықта қалған үлкен көліктің доңғалақ іздеріне қарады. Іздер батысқа, орманның ең терең, ең қауіпті бөлігіне, қанды батпаққа қарай кетіп бар жатқан соқпаққа бағытталған екен. Қарақшылар орманды білмегендіктен адасып, сол жаққа қарай кеткені анық еді. Қасым полицияға қоңырау шалу үшін рацияға қарамады. Бұл жерден ең жақын ауылға дейін 100 шақырым, полиция келгенше қарақшылар іс жасырып үлгерер еді. Оның үстіне Қасым олардың заң алдында жауап бергенін қаламады. Түрме бұл жануарлар үшін тым жеңіл жаза болатын. Ол үйшікке кіріп сандығын ашты. Оның ішінен өзінің ескі, бірақ ешқашан мүлт кетпейтін оптикалық көзқарасы бар скс мылтығын, үлкен аңшы пышағын және батпақпен жүруге арналған арнайы құралдарын шығарды. Ол айнаға қарады. Айнадан оған мейірімді орманшы емес, көздерінде өлімнің ызғары ойнаған, кек үшін жанын беруге дайын нағыз аждаһа, жыртқыш қарап тұр еді. Сендер менің орманыма кірдіңдер. Менің қанымды төктіңдер. Енді бұл орман сендердің тозақтарыңа айналады деп сыбырлады Қасым. Ол қызының үстін қымтап жауып, есікті сыртынан бекітті де, қараңғы түсіп келе жатқан тайганың ішіне, қарақшылардың ізімен үнсіз сіңіп кетті. Нағыз аңшылық енді басталды, темір қақпан және адасқандар. Күн батып, қара тайганың ішіне қою қараңғылық шөге бастады. Бұл жердің қараңғылығы қаланың түніне ұқсамайтын, ол қою, ауыр әрі адамның тынысын тарылтатындай тұншықтырғыш еді. Аспандағы ай мен жұлдыздардың жарығы 100 жылдық қарағайлардың қалың бұтақтарынан өте алмай төменге жетпейтін. Тарлан мен оның 4 сыбайласы мінген ескі УАЗ көлігінің моторы ыңырана гүрілдеп, орманның ішіне тереңдей берді. Олардың мақсаты құқық қорғаушылар тікұшақпен іздесе де таба алмайтындай қалың жынысқа кіріп, 2-3 күн жасырыну болатын. Алайда олар бұл орманның географиясын мүлдем білмейтін. Көлік ізі баяғыда бітіп, олар тек ағаштардың арасындағы бос кеңістіктермен ғана ілгерілеп келе жатты. Кенеттен көліктің алдыңғы оң жақ дөңгелегі терең балшық шұңқырға күрс етіп түсіп кетті. Мотор бар күшімен ақырды, дөңгелектер лай шашыратып шыр айналғанымен, көлік орнынан 1 миллиметрде қозғалмады. Қарғыс атсын, деп ақырды рөлде отырған Руслан, рөлді бар күшімен ұрып. Тарлан, біз отырдық. Алдыңғы көпір, мост, батпаққа тіреліп қалды. Тарлан алдыңғы орындықтан жұлына түсіп, есікті тарс жапты. Ол қолындағы фонаригін жағып көліктің астына үңілді. Шынында да УАЗ ішіне су толы қою лайға құрсауына дейін батып қалған екен. Түсіңдер бәрің. Итереміз, деп бұйырды Тарлан. Қалған 3 қарақшы, Игор, Мақсат және Жандос көліктен үнсіз түсіп лайға малтыға бастады. Олар күндізгі оқиғадан кейін, Айжанды қорлағаннан кейін, өздерін әлемнің қожайыны сезініп, масаттанып келе жатқан еді. Бірақ мына қараңғылық пен су, орман олардың тәкаппарлығын су сепкендей баса бастады. Олардың үсті бастары тер мен лайға бүлініп, көлікті қанша итерсе де, ол одан сайын тереңге бата берді. Пайдасы жоқ, Тарлан, деді Игорь ентігіп, тізесіне дейін батпаққа батып тұрып. Мотор қызып кетті. Бізге бұтақтар кесіп астына төсеу керек. Тарлан жан-жағына қарады.
Фонариктің сәулесі тек 5-6 метр жерді ғана жарықтандырып тұр. Одан арғысы қап-қара қабырға іспеттес түнек. Оның үстіне орманның ішінен үкіден басқа неше түрлі түсініксіз, үрейлі дыбыстар естіле бастады. Ағаштардың сықырлағаны, желдің өлі олардың жүйкесін жұқартып бара жатты. Көлеңкедегі көздер. Олар өздерінің жалғыз еместігін білген жоқ. Олардан небәрі 30 қадамдай жерде, қалың қарағайдың бұтағында Қасым үнсіз бақылап отырды. Ол қараңғылықта мысықтай көретін. Оның үстінде орманның түсімен бірдей камуфляж, бетіне күйе жағылған, ал дем алысы мүлдем естілмейтін. Оның оптикалық көзқарасы бар, сікіс, мылтығы Тарланның басына бағытталып тұрды. Қасымның саусағы шүріппеге барды. Ол бірақ оқпен топ басшысының миын шашып жібере алар еді. Бірақ ол саусағын қайтып алды. Оның көз алдына қызы Айжанның қанға боялып, бұрышта дірілдеп жатқан бейнесі келді. Жоқ деп ойлады Қасым іштей. Оқ тым жеңіл жаза. Оқ мейірімділік. Мен сендерге мейірімділік танытпаймын. Сендер менің баламның қандай қорқынышты сезінгенін өздеріңнің әрбір жасушаларыңмен сезінетін боласыңдар. Сендер өлімді тілеп жылайтын боласыңдар. Ол мылтығын арқасына асып ағаштан ешбір дыбыссыз, жыланша төмен сырғып түсті. Ол оларды атуға емес, оларды психологиялық тұрғыдан сындырып, мал сияқты өз аяқтарымен қанды батпаққа айдап апаруға шешім қабылдаған еді. Ол аңшы тактикасын іске қосты, жемтікті алдымен үрейлендіріп тобынан бөліп алу керек. Алғашқы құрбан және үрейдің ұшқыны. Қарақшылар көліктің астына төсеу үшін ағаш бұтақтарын жинап жүрді. Игорь қолындағы фонаригін жағып көліктен сәл ұзап, қараңғылықтың ішіне қарай 15 метрдей кіріп кетті. Ол үлкен бір құрғақ бұтақты көріп, соны сындырып алмақшы болды. «Ей, жігіттер, мына жерде жақсы бөрене жатыр екен, қазір әкелем», деп айқайлады ол артына. Бірақ оған ешкім жауап қатпады. Орманның іші бір сәтке тастай тыныш бола қалды. Тіпті шегірткелердің де үні өшіп қалғандай көрінді. Игорьдің бойын суық тер басты. Ол фонаригін жан-жаққа кезеніп: «Тарлан, Руслан, естесіңдер ме?» деп дауыстады. Сол сәтте оның дәл төбесінен ағаштың бұтағынан бірдеңе сыбдыр ете түсті. Игорь басын көтеріп үлгергенше қараңғылықтың ішінен түскен арқан оның мойнына оратылып қатты тартылды. Игорь айқайлап үлгермеді. Оның тамағынан тек қырылдаған, тұншыққан дыбыс қана шықты. Қасым оны арқанмен жоғары қарай жұлқа тартып, ағаштың қалың бұтағының үстіне бірақ көтерді. Игорь ауада аяғымен бұлқынып, қолымен мойнындағы арқанды шешпекші болды. Бірақ Қасымның темірдей қатты қолдары оның басын бұрап, мойын омыртқасын қырт еткізіп сындырып жіберді. Бәрі небәрі 3-ақ секунд ішінде өтті. Ешқандай мылтық дауысы жоқ. Ешқандай айқай жоқ. Тек фонарик Игорьдің қолынан сырғып түсіп, ылғалды мүктің үстіне құлап сөніп қалды. Көліктің жанында қалған төртеуі бұл үнсіздіктен сескене бастады. Игорь қайда кетті? Неге үні өшіп қалды? Жандос мылтығының бекітпесін, затворын тартып қараңғылыққа қарай көзін сығырайтты. «Игорь, қайдасың, алқаш? Ойнама бізбен!» Тарлан ашуланып айқайлады. Олар үшеулеп Игорь кеткен бағытқа қарай фонариктерін бағыттап жақындады. Жерде Игорьдің сөніп жатқан фонаригі мен оның жанындағы мүктің үстінде жаңа ғана тамған қою, қызыл қанның кішкентай іздері көрініп тұрды. Бірақ дененің өзі жоқ. Жоғарыдағы қалың қарағай бұтақтары ештеңе көрсетпеді. Ол қайда кетті? Бұл не қан? Русланның дауысы дірілдеп кетті. Олардың қолдарында автомат пен мылтық болса да, көрмейтін жауға қарсы олар қауқарсыз еді. Мына орманда қасқыр немесе аю бар ма? Мақсат артқа шегініп көлікке қарай қаша бастады. Тарланның көздері шарасынан шықты. Ол түрмеде талай өлімді көрген, бірақ мұндай мистикалық, үнсіз жоғалып кету оның да үрейін ұшырды. Бәрің бірге болыңдар. Арқа-арқаға сүйеніп тұрыңдар. Кім бар бұл жерде? Шық бері. Тарлан қараңғылыққа қарай автоматтан бірнеше рет оқ жаудырды. Та-та-та. Оқтар тек ағаш діңдеріне қадалып, жаңғырық орманды тітіркендірді. Бірақ ешқандай жауап болмады. Тек суық желдің өлі ғана естіледі. Олар аңшыдан жемтікке айналғанын енді ғана толық сезіне бастады.
Үрейдің шарықтау шегі және өлім көлігі. Төртеуі көлікке қайта келіп есіктерін ішінен құлыптап алды. Олар қалтырап терезеден сыртқы қараңғылыққа телміріп отырды. Біз бұл жерден кетуіміз керек. Жаяу болса да кетуіміз керек, деді Жандос жыламсырап. Жаяу қайда барасың, ақымақ? Далада аю ма, әлде жын ба, біреу жүр. Таң атқанша осы көліктің ішінде отырамыз, деп бұйырды Тарлан. Бірақ Қасым олардың бұл темір жәшіктің ішінде тыныш отырғанын қаламады. Оған олардың қозғалғаны, жүгіргені, қателескені керек еді. Қасым үнсіз басып көліктің артқы жағына келіп жасырынды. Ол қалтасынан кішкентай, бірақ өте өткір істік темір шығарып, көліктің артқы оң жақ дөңгелегін тесіп жіберді. Шш! Ауаның сықырған дыбысы көлік ішіндегілердің жүрегін жара жаздады. Ол не пәле тағы? Руслан басын терезеден шығармақшы болды. Дәл сол сәтте Қасым көліктің төбесіне ауыр бірдеңені. Игорьдің өлі денесін гүрс еткізіп лақтырып жіберді. Дененің ауыр салмағынан көліктің шатыры майысып кетті. Игорьдің қанға боялған, сынған мойнынан салбырап тұрған басы лобовой алдыңғы терезенің алдына сырғып түсті. Оның ажырайып қалған өлі көздері тура Тарланға қарап тұр еді. Аға! Қарақшылар естерінен тана жаздап бір уақытта шыңғырып жіберді. Бұл көрініс олардың психикасын толықтай талқандады. Олар бұл жерде адам емес, орманның зұлым рухы немесе жын жүр деп ойлады. Темір көлік оларға қорған емес, табыт сияқты көрінді. Олар бұл жерде қамалып отыра берсе, бәрін бір-бірлеп бауыздап кететінін түсінді. Қашыңдар! Көліктен шығыңдар! Жаяу қашамыз! Деп бақырды Тарлан, есікті теуіп ашып қараңғылыққа қарай жүгіре жөнелді. Қалған үшеуі де қаруларын құшақтап көлікті тастай салып, Тарланның артынан тұра қашты. Қанды батпаққа апарар жол. Қасым қарағайдың тасасында тұрып, олардың қорқыныштан естері шығып, бір-бірін итеріп, қараңғылыққа қарай жүгіріп бара жатқанын бақылап тұрды. Оның көзінде бір тамшыда аяушылық жоқ еді. Оның мақсаты орындалды. Қарақшылар үрейден бағдарларынан жаңылып, орманның шығар жолына емес, Қасым әдейі ашық қалдырған апаратын. Олар өз аяқтарымен табиғаттың ең қорқынышты, ең қатыгез тұзағына жұтып қоятын, ешқашан қайтармайтын қанды батпаққа қарай жүгіріп бара жатты. Қасым мылтығын иығына асып, олардың соңынан асықпай, баяу қадаммен ілесті. Ол оларға батпаққа жеткенше тиіспейтін еді. Өйткені нағыз жаза оларды сол жерде күтіп тұрған болатын, жаңсақ қадам және жалған үміт. Тарлан, Руслан, Мақсат және Жандос қараңғы тайганың ішімен естері шыға қашып келе жатты. Олардың өкпелері өртеніп, демдері үзіле жаздады. Бұтақтар беттерін осып, тікенектер киімдерін жыртып жатса да, олар артқа қарауға қорқып, тек алға қарай ұмтыла берді. Оларға артынан біреу өкшелеп қуып келе жатқандай көрінді, бірақ шын мәнінде Қасым асықпаған еді. Ол олардың бағытын баяғыда-ақ белгілеп қойған. Жарты сағаттық ессіз жүгірістен кейін айналадағы ағаштар сирей бастады. Бірақ ауа күрт өзгерді, дымқыл, ауыр әрі шіріген жапырақтар мен күкірттің иісі қолқаны қапты. Аяқ астындағы қатты жер жұмсарып, әр қадам басқан сайын шорп-шорп еткен дыбыс шыға бастады. Айналаны қою, сүттей ақ тұман басты. Тоқтаңдар! Деп ырылдады Тарлан, ентігін баса алмай тізесіне таянып. Ол қолындағы фонарикті алға бағыттады. Біз қайда келдік? Алдарында ұшы қиыры жоқ, бетін жасыл мүкпен тұман жапқан тегіс алқап жатыр еді. Сырттай қарағанда бұл жай ғана шалғын сияқты көрінетін, бірақ жергілікті аңшылар бұл жерді қанды батпақ деп атайтын. Бұл батпақтың қасиеті сол үстіңгі қабатындағы мүк қатты жер сияқты алдамшы көрініс береді, ал оның астында ондаған метрлік тұңғиық қоймалжыңылай жататын. Оған түспен кез келген тіршілік иесі вакуум секілді төмен тартылып, тұншығып өлетін. Бұл жай ғана шалшық шығар, деді Руслан демігіп. Тарлан, біз артымызға қайта алмаймыз. Ол жақта әлгі жын қалды. Игорьді өлтірген сол. Алға жүрейік, бәлкім трассаға шығып қалармыз. Тарлан тісін қайрады. Ол артқа қарады, қап-қара орман үнсіздікке шомылып, оларды жұтып қоюға дайын тұрғандай. Жүріңдер! Тек менің ізіммен басыңдар! Деп бұйырды ол.
Олар алдамшы мүктің үстімен батпаққа аяқ басты. Тоңғиықтың жұтуы және екінші құрбан. Басында жер тек балшық сияқты көрінді. Бірақ 20-30 қадам жасағаннан кейін мүк жыртылып, қара су көріне бастады. Аяқтары тізеге дейін лайға бата берді. Қою батпақ олардың етіктерін сорып, жүруді қиындатты. Кенет артта келе жатқан Русланның аяғы астындағы жер ойылып кетті. Ол шыңғырып үлгергенше беліне дейін қап-қара қоймалжың батпаққа күрс етіп түсіп кетті. Ол үрейленіп екі қолымен жанталаса мүкті ұстамақшы болды, бірақ қимылдаған сайын батпақ оны одан сайын төмен сора түсті. Тарлан, Мақсат, көмектесіңдер. Батып барамын, деп бақырды Руслан, оның даусынан нағыз жануарлық үрей сезілді. Үшеуі жалт бұрылды. Тарлан фонаригін Русланға бағыттады. Қарақшының тек кеудесі мен басы ғана көрініп тұр еді, қалғанын батпақ жұтып қойған. Қозғалма, ақымақ. Қозғалсаң бата бересің. Тарлан қолындағы автоматының дүмін оған қарай созды. Мықтап ұста. Мақсат, маған көмектес, тартамыз. Руслан автоматтың дүмінен жанталаса ұстап алды. Тарлан мен Мақсат оны бар күштерімен тарта бастады. Бірақ батпақ өз олжасын бергісі келмеді. Вакуум Русланды төмен қарай ғаламат күшпен тартып жатты. Оның үстіне Тарлан мен Мақсаттың да аяқтары ауырлықтан төмен қарай бата бастады. Дәл сол сәтте қою тұманның ішінен олардан 20 қадамдай жердегі қарағайдың басынан құлақты тұндыратын мылтық дауысы жаңғырды. Гүрс! Оқ дәл Тарлан мен Мақсаттың қолдарының арасынан батпаққа тиіп лайды шашыратып жіберді. Бұл ескерту оғы еді. Қасымның оптикал көзқарасы тұманды жарып өтіп, олардың әрбір қимылын бақылап тұрған. Үрейден естері шыққан Тарлан мен Мақсат инстинктпен автоматты тастай салып артқа қарай құлады. Олардың өз бастарын аман алып қалу инстинкті достықтан басым түсті. Жоқ, тастамаңдар мені. Русланның көздері шарасынан шығып бақырды. Бірақ оның тірегі болған автомат енді батпаққа батып бара жатқан еді. Қасым бұтақтың тасасынан олардың қорқақтығына қарап іштей жымиды. Оның жоспары мінсіз жұмыс істеп жатты. Ол Русланды атқан жоқ. Оны табиғаттың өзі жазалауына мүмкіндік берді. Русланның шыңғырған дауысы тұманды алқапты жарды. Ол ауа қармана батпақпен арпалысты. Бірақ минут өтпей, қою лай оның бойына, сосын аузына жетті. Ол қырылдап ең соңғы рет қолын көкке созды да, ізім қайым жоқ болды. Судың бетінде тек бірнеше көпіршіктер ғана шығып, батпақ қайтадан тып-тыныш тегіс қалыпқа түсті. Тарлан, Мақсат және Жандос бұл қорқынышты көріністі үнсіз дірілдеп бақылап тұрды. Олар енді батпақтың ортасындағы кішкентай ғана тамырлары шырматылған қатты дөңестің үстінде қалған еді. Жан-жақтарының бәрі ажал. Ал тұман ішінде мылтық кезенген белгісіз жын. Көрінбейтін соттың үкімі. Кімсің сен? Не керек саған бізден? Ақшама. Бәрін береміз. Тек шығар бізді бұл тозақтан, деп бақырды Тарлан, дауысы бұзылып қараңғылыққа қарай. Оның баяғы авторитет қалпынан түк қалмаған еді. Ол қазір қақпанға түскен егеу құйрық сияқты қорқыныштың шегінде тұрды. Тұманның ішінен жан-жақтан жаңғырып, қалың орманның өзіндей ауыр, қарлыққан дауысы естілді. Сендер менің орманыма кірдіңдер. Ақшаларың бұл жерде бір уыс балшық құрлы құнсыз. Бұл дауыс олардың сүйегінен өтіп кетті. Жандос жылап жіберді. Сендер адам емессіңдер. Сендер жыртқышсыңдер. Ал менің орманымда жыртқыштардың тек бір ғана заңы бар. Әлсіздер батпаққа жұтылады. Дауыс жақындағандай болды, бірақ қай жақтан шығып жатқаны мүлдем түсініксіз еді. Тарланның миында кенеттен найзағай жарқ етті. Ол күндізгі оқиғаны, кішкентай ағаш үйшікті және өздері қорлаған жас қызды есіне түсірді. Қыздың әкем келеді. Оның қаруы бар деген сөздері құлағында қайта жаңғырды. Бұл орманшы. Әлгі қыздың әкесі. Деп сыбырлады Тарлан көз аларып. Ол енді өздерінің не үшін бұл тозаққа түскенін толық түсінді. Олар кешірім сұраудың мәнсіз екенін білді. Әкекегі ешқашан ақшамен немесе жалынышпен өлшенбейтін. Үшінші құрбан, ессіздікке бой алдыру. Мақсаттың жүйкесі сыр берді.
Ол қаланың қарақшысы еді, мұндай психологиялық азап пен мистикалық қорқынышқа дайын емес болатын. Оның екі көзі аларып, аузынан сілекейі ағып кетті. Мен бұл жерде өлмеймін. Мен батпаққа батпаймын. Мен кетемін, деп бақырды Мақсат есін жоғалтып. Ол қолындағы тапаншасын алып, тұманға қарай жан-жаққа оқ жаудыра бастады. Сосын дөңестен секіріп түсіп, Тарланның тоқта, ақымақ дегеніне қарамай, қараңғылыққа қарай жүгіре жөнелді. Ол батпақтың үстімен шалпылдатып 15 метрдей жүгірді. Қасым оны атуға асықпады. Қасым оның бағытын білетін. Мақсат орманшының кезінде жабайы қабандарға құрған ескі, жуан арқан тұзағы тұрған ағашқа қарай ұмтылған еді. Мақсаттың аяғы балшықтың астында жасырынып жатқан ілмекке ілініп кетті. Қасым қараңғылықта арқаның екінші ұшын қатты жұлқа тартты. Арқа Мақсаттың тобығынан оратылып, оны ауаға төңкеріп, ағаштың бұтағына қарай жартылай тартып алды. Мақсат төңкеріліп, басы төмен қараған күйі салбырап қалды. Бірақ ең қорқыныштысы, арқан оны толық жоғары көтермеген еді. Оның басы мен кеудесі дәл батпақтың қою лайына батып тұрды. Ол қолдарымен лайды сабалап, басын шығаруға тырысты, бірақ тұзақ оны мықтап ұстап тұрды. Ол төңкерілген күйі лай жұтып, өміріндегі ең қорқынышты азаппен тұншығып өліп жатты. Оның бұлқынысы бірнеше минутқа созылып, сосын денесі сіресіп тынышталды. Аралда қалған Тарлан мен Жандос бұл дыбыстарды естіп, өздерінің де кезектері таяп қалғанын сезінді. Олардың аралдары суға толып кішірейіп бара жатты. Түнектің ішінде тек екеуі ғана қалды, ал Қасымның аңшылығы енді ғана нағыз шырқау шегіне жеткен қысылған шеңбер. Қанды батпақтың үстіндегі қою тұман тірі мақұлық секілді дем алып тұрғанда еді. Тарлан мен Жандос мінәжат етіп тұрған жалғыз тірек, шіріген тамырлар мен мүктен құралған кішкентай ғана арал баяу, бірақ тоқтаусыз тұңғиыққа батып бара жатты. Екі ересек ер адамның салмағы өз дегенін істеп, қап-қара мұздай су олардың тобықтарына жеткен болатын. Жандос тізе бүгіп құлады. Ол тісі-тісіне тимей дірілдеп, жаңа ғана Мақсат лайға тұншығып өлген жаққа көз алмай қарап отырды. Біз осында өлеміз деп жыламсырады Жандос, басын екі қолымен бүркеп. Оның қаруы баяғыда әлсіреген саусақтарынан түсіп, батпаққа батып кеткен. Тарлан, бәрі сенің кесірің. Ол қызға неге тиістік? Мына қарғыс атқан орманға неге кірдік? Бет әлпеті жануарлық үрей мен дәрменсіз ашудан бұрмаланып кеткен Тарлан Жандосты кіршең курткасының жағасынан жұла тартып, аяғына тік тұрғызды. Өшір үніңді. Үніңді өшір, мал, деп ырылдады ол, аузынан сілекейі шашырап. Егер қазір өзіңді қолға алмасаң, мен сені мына батпаққа өз қолыммен батырып өлтіремін. Бірақ Жандос ақыл есінің соңғы шегінен өтіп кеткен еді. Ол Тарланның қолынан жұлқына босап шықты. Сен бізді өлтірдің. Бұл орман қарғыс атқан, ал мына шал адам емес. Ол жын. Мен батпаққа тұншыққым келмейді. Жан сақтау үшін жасалған сатқындық. Тарлан қолындағы фонаригінің сәулесімен қою тұманның ішін жындана тінтіп шықты. Олардан 5-6 метрдей жерде құлап жатқан алып ағаштың діңі көрінді. Ол мықты көрінетін және қараңғылықтың ішіндегі қатты жерге апаратын көпірге ұқсады. Бірақ олар мен ол бөрененің арасында қайнап жатқан қап-қара батпақ жатыр еді. Тарлан Жандосқа қарады. Оның көзінде қатыгез, мұздай есеп ойлық жылт етті. Оның әлемінде дос деген ұғым жоқ, тек тірі қалудың құралдары ғана бар болатын. Мені мұқият тыңда, Тарланның дауысы кенеттен алдамшы сабырлылыққа көшті. Анау бөренені көрдің бе? Оған дейін 2-ақ қадам. Егер соған жетсек, құтыламыз. Мен ол жаққа бармаймын. Ол жер терең. Жандос үрейден батып бара жатқан аралдың ең шетіне қарай шегінді. Сен бірінші барасың, Тарлан оған автоматының ұңғысын кезенді. Немесе мен қазір сенің тізеңді атып тастаймын, бәрібір сол лайдың ішіне құлайсың. Таңда. Жандос автоматтың ұңғысымен қара судың арасында жалтақтап қалды. Таңда жоқ еді. Ол жылап түсініксіз сөздермен күбірлеп, лайға бірінші, сенімсіз қадамын жасады. Тірі көпір. Жандостың аяғы тиісімен ақ, батпақ оны тізесіне дейін, сосын бірден беліне дейін жұтып қойды. Ол жанұшыра айқайлап қолдарын алға созды. Тарлан, терең, батып барамын. Көмектес.
Қолымнан тарт. Тарлан шегінбеді. Ол Жандостың беліне дейін, сосын кеудесіне дейін батқанын күтті. Жандос лаймен арпалысып, көздері адырайып, өліммен бетпе-бет келгенде, Тарлан өзінің ең жиіркенішті жоспарын іске асырды. Ол Жандосқа көмектесуге қолын созудың орнына аралдың шетінен екпін алып, алға қарай секірді. Тарлан дәл батып бара жатқан Жандостың үстіне түсіп, етігімен оның иығы мен басынан қатты тепті де, оны тірі көпір ретінде пайдаланып, алдағы бөренеге қарай ұшты. Тарланның ауыр салмағынан Жандос бір жола тұңғиыққа кіріп кетті. Ол тіпті шыңғырып үлгермеді, оның басын батпақ лезде жұтып үстінен Тарлан секіріп кетті. Адамның қатыгездігі мен сатқындығының шегі осы еді, өз өмірі үшін досының басын ажалға итеру. Жалған үміт және оянған елес. Тарлан бөрененің үстіне ішімен гүрс етіп құлады. Ол автоматты құшақтап иесі шыға күлді. «Мен тірімін. Мен құтылдым», деп бақырды ол артына Жандос батып кеткен тегіс лай қарап. Бірақ оның қуанышы ұзаққа созылмады. Бөрене шіріген әрі тайғақ еді. Ал ең қорқыныштысы, ол қатты жерге апармайтын болып шықты. Бөрене батпақтың дәл ортасында, ешқайда жалғанбай, жай ғана қалқып тұрған алып ағаштың сынығы еді. Оның екі жағында да ұшы-қиыры жоқ қаралай жатты. Тарланның қашар жері қалмады. Ол енді шынымен де торға түсті. Кенет тұманның ішінен баяу, бірақ нық қадамдардың дыбысы естілді. Форп-форп. Біреу батпақтың бетімен жүріп келе жатқандай еді. Тұман екіге айырылып, бөренеден 10 қадамдай жердегі қатты соқпақтың үстінде Қасым пайда болды. Ол аяғына батпақпен жүруге арналған кең ағаш шаңғыларды, снегоступ секілді алған. Қасымның беті күйі, көздерінде ешқандай эмоция жоқ. Ол жай ғана мылтығын төмен түсіріп, Тарланға үнсіз қарап тұрды. Ол мына қарақшының ең соңғы үмітінің қалай сөніп жатқанын тамашалауға келген еді. «Сен?» Тарланның даусы дірілдеп кетті. Ол жанталасып автоматын Қасымға кезенді. «Өл, қарғыс атқан шал! Өл!» Тарлан шүріппені басты. Шарт, тағы да басты. Шарт. Автомат атылмады. Лайға құлаған кезде оның ұңғысына және бекітпесіне, затворына, қалың балшықпен құм толып қалып, қару толықтай кептеліп қалған еді. Тарлан автоматты лақтырып жіберіп, жылап жіберді. Нағыз қанішер, адамдарды көзіне ілмейтін жыртқыш енді кішкентай балаша еңіреп тұрды. «Не істедім мен саған? Біз ол қызды өлтірген жоқпыз ғой. Тірі қалдырдық қой. Жібер мені. Бәрін беремін». Тарлан жалынып тізесіне тұрды. Қасым оған қарай бір қадам жасады. Оның дауысы батпақтың суығындай мұздай еді. «Сен оны өлтірмедің. Сен оның жанын қорладың. Ал менің орманымда дененің өлімі жазаның ең жеңілі ғана. Сендердің әрқайсың менің баламның көз жасы үшін өздеріңнің қандарыңмен жауап беретін боласыңдар». Қасым қолын көтеріп, батпақтың ішіндегі әлдебір арқанды тартты, құпия механизмнің іске қосылуы. Қасым бет әлпетінде ешбір эмоция білдірместен, ылғалды мүктің астында жасырылған жуан арқанды баяу тартты. Қапқара судың астынан ағаштың сыңырлап сынған үрейлі дыбысы естілді. Бұрышқа тақалған егеу құйрықтай бүрісіп отырған Тарланның астындағы бөрене жай ғана құлаған ағаш емес еді. Бұл Қасымның баяғыда өлген ірі жануарлардың ұшасын жыртқыштар сезбеуі үшін батпаққа батыруға арнап жасаған ескі құрылғысы, балансир тұзақ болатын. Қасым тартқан арқан бөренені ұстап тұрған ағаш сынаны жұлып алды. Алып бөрене селк етіп, өз осымен баяу әрі тоқтаусыз айнала бастады. Ол бірте-бірте тұңғиыққа бата берді. Сатқынның агониясы. «Жоқ, жоқ, тоқта!» деп жанұшыра шыңғырды Тарлан. Ол ағаштың қабығына жармаспақ болды, бірақ шіріген, шырш басқан ылғалды ағаш ешқандай тірек бермеді. Оның саусақтары сырғып, тырнақтары қанға боялды. Бөрене айналған сайын оның денесі қайнап жатқан қара тұңғиыққа қарай сырғи берді. Ақыры, дәрменсіз айқаймен қарақшылардың басшысы қанды батпаққа күрсетіп құлады. Мұздай қою лай лезде оның белінен орап алды. Батпақтың вакуумы оның аяқтарынан өліспейтіндей мықтап ұстап, төмен қарай тарта бастады. Тарлан жартылай суға батқан бөрененің тайғақ шетінен ұстап қалуға тырысып, лайды екі қолымен ессіз сабалады. «Көмектес!
Өтінемін. Ол сасықлай мен көз жасына тұншығып еңіреп жылады. Мен саған бәрін беремін. Біз инкассаторлардың ақшасын жасырып қойғанбыз. Онда миллиондаған ақша бар. Соның бәрі сенікі, тек мені шығарып алшы. Клянусь, мен сенің құлың болам. Әкенің үкімі. Қасым қатты соқпақтың үстінде кек рухындай қақиып тұрды. Оның жанарында тұманды жарып шыққан айдың суық сәулесі шағылысты. Ақша. Орманшының дауысы бәсең болғанымен пышақтан да өткіреді. Сенің лас қағаздарың менің баламның көзіндегі үрейді өшіре алады деп ойлайсың ба? Менің Айжаным бұл әлемді жақсы көретін. Адамдарға сенетін. Ал сендер оның нәзік жанын лас етіктеріңмен таптадыңдар. Лай тарланның кеудесіне жетті. Батпақтың қысымы оның өкпесін қысып, толық дем алуына мүмкіндік бермеді. Ол жылап жалынғанда, сендер күлдіңдер деп жалғастырды Қасым, жарты қадам алға басып, батып бара жатқан қарақшының ессіз көздеріне тіке қарап. Ол маған сенді. Ал мен оны қорғай алмадым. Енді менің қолымнан келетіні сендердің тозақтарыңды осы жерде ұйымдастыру ғана. Соңғы дем. Жоқ, бұл тарланның ең соңғы, адамға ұқсамайтын үрейлі шыңғырығы еді. Ол басын шалқайтып лайдан құтылмақшы болды. Бірақ батпақ оның мойнына жетті. Қасым үнсіз бақылап тұрды. Оның жүзінде қуанышта, өкініште жоқ еді. Ол жай ғана табиғаттың өзісін қалай аяқтап жатқанына куә болды. Лай тарланның иегіне, сосын аузына толды. Ол қырылдап тұншыға бастады. Оның көздеріндегі өмір сөніп, орнын қараңғылық басты. Бұл сәтте ол Айжанға жасаған қиянатын ғана емес, бүкіл өміріндегі қатыгездігінің өтеуін сезінгендей болды. Бірнеше секундтан соң батпақ оның басын толығымен жұтып қойды. Су бетінде екі шұлайлы көпіршік жарылды да, қанды батпақ қайтадан тып-тыныш, тегіс қалпына келді. Ешқандай із, ешқандай дыбыс қалмады. Жалмауыз батпақ өзінің соңғы құрбанын мәңгілік құрсауына алды. Орман қайтадан маңардай үнсіздікке батты. Аждаханың кегі толық орындалды. Кері қайту. Қасым орнында тағы бірнеше минут тапжылмай тұрды. 5 қарақшы 5 өмір оның орманында мәңгілікке жоғалды. Ол мылтығын арқасына асып терең дем алды. Оның ішіндегі қаһар оты сөнгендей болды, бірақ жүрегіндегі зілдей ауыр қайғы ешқайда кетпеген еді. Ол артына бұрылып, үйшігіне қарай бет алды. Ендігі ең басты мақсат қызының жаралы жанын емдеп, оны қайтадан өмірге қайтару еді. Ол қараңғы тайганың ішімен таң шапағаты біліне бастаған бағытқа қарай асыға басты, таңғы шапағат және үйге оралу. Қара тайганың үстінен күн көтеріліп келе жатты. Түнгі түнек пен тұман ыдырап, орман іші алтын нұрға бөленді. Қасым ескі ағаш үйшігіне жақындағанда, оның адымы ауырлай түсті. Физикалық шаршаудан гөрі, оның жанындағы жүк ауыр еді. Түн ішінде ол 5 адамның өмірін қиған қатыгез кек алушы болса, қазір ол тек қызының амандығын тілеген дәрменсіз әке ғана болатын. Ол есікті ақырына ашып ішке кірді. Үй ішіндегі пештің оты сөніп, бөлме салқындап кеткен екен. Айжан бұрыштағы төсекте Қасым жауып кеткен қалың көрпенің астында бүрісіп ұйықтап жатты. Қыздың ұйқысы тынышсыз, кірпіктері дірілдеп, арасында ауыр күрсініп қояды. Қасым үнсіз ғана пешке от жақты. Бөлме ішіне жылылық тарап, қарағай отынның жағымды иісі шықты. Содан соң ол мылтығын бұрышқа қойып, қан мен лайға батқан киімдерін ауыстырды. Қолын тазалап жуып, қызының жанына келіп тізе бүкті. Ояну және әкенің уәдесі. Пештегі оттың сытырлаған дыбысынан Айжан оянды. Ол көзін ашқан сәтте кешегі қорқынышты оқиға есіне түсіп, демі қатып, шегіншектей берді. Құлыным, ботам, бұл мен ғой. Әкеңмін, деді Қасым жұмсақ, дірілдеген дауыспен. Ол қызына қолын созуға батпай, жай ғана көздеріне қарады. Айжан әкесінің таныс, жылы жүзін көргенде, оның ішіндегі қатып қалған мұз жарылғандай болды. Ол өксіп жылап әкесінің мойнына асылды. Қасым оны қатты, бірақ өте абайлап құшағына қысты. Әкенің кең кеудесі қызы үшін ең қауіпсіз қамал еді. Олар қайда? Деп сұрады Айжан қалтырап. Олар қайтып келеме? Қасым қызының маңдайынан иіскеп, шашынан сипады. Оның көз алдына қанды батпаққа жұтылып жатқан тарланның соңғы бейнесі келді.
жантуға серт берді. Жоқ, жарығым. Олар енді ешқашан оралмайды. Олар бұл орманнан мәңгілікке кетті. Орман бізді қорғады. Сен енді толықтай қауіпсіз жердесің. Бұл сөздер қыздың жүрегіне кішкене болса да тыныштық ұялатты. Ол әкесінің құшағында ұзақ жылап, ішіндегі барлық қорқынышын көз жасымен шығарды. Табиғаттың емі. Ол күні Қасым қызының жанынан бір елі ұзамады. Ол орманның емдік шөптерінен шай қайнатып беріп, жараларын тазалады. Алғашқы апталар өте ауыр өтті. Айжан түнде шошып оянып бұрышқа тығылатын. Қасым әр түні оның жанында отырып, бала кезінде айтып беретін ертегілерін, орманның мейірімді рухтары туралы аңыздарды айтып шығатын. Уақыт өте келе, Қаратайга өзінің құпия емін бастады. Табиғаттың үнсіздігі, құстардың сайрауы, жапырақтардың сыбдыры қыздың жүйкесін бірте-бірте тыныштандырды. Қасым оны өзімен бірге орман аралауға шығара бастады. Олар жаралы бұғының төлін емдеді, бұлақтан таза су ішті, ағаштардың қуатын сезінді. Айжан табиғаттың тек қатыгез емес, сонымен бірге шексіз мейірімді екенін түсіне бастады. Зұлымдық орманнан емес, адамдардан келгенін ұқты. 2 айдан кейін, күздің алтын жапырақтары жерге түсе бастаған шақта, Айжанның жанарында қайтадан өмір келген құштарлықтың ұшқыны пайда болды. Ол күлімдей бастады. Қоштасу және жаңа өмір. Қазан айының салқын бір таңында Айжан заттарын жинап, жолға дайындалды. Ол қалаға оқуына қайтуға шешім қабылдаған еді. Қорқыныш оны сындыра алмады. Керісінше, бұл сынақ оны бұрынғыдан да күшті, қайсар етті. Ескі Нива көлігінің жанында әке мен қыз қоштасып тұрды. Әке, менімен бірге қалаға жүріңізші. Бұл жерде жалғыз қалай қаласыз? Деді Айжан әкесінің бұдырлы қолдарынан ұстап. Қасым күлімсіреп орман жаққа көз тастады. Бұл орман менің үйім, қызым. Бұл жердің өз заңдары бар, ал мен сол заңдардың сақшысымын. Сенің өз өмірің, өз болашағың бар. Алға ұмтыл, ешқашан артқа қарама. Мен әрқашан осында сенің артыңда қорған болып тұрамын. Айжан әкесін қатты құшақтап көлігіне отырды. Мотор оталып, көлік орман жолымен қалаға қарай ұзап бара жатты. Қасым оның соңынан ұзақ қарап тұрды. Оның жүрегінде енді кек емес, тек үлкен мақтаныш пен тыныштық бар еді. Эпилог. Жылдар өтті. 5 қарақшының ізі сол күйі табылмады. Қалалық полиция оларды басқа елге қашып кетті деп болжап істі жапты. Тек Қаратайга ғана шындықты білетін. Жергілікті аңшылар арасында қанды батпақ туралы жаңа аңыз пайда болды. Олардың айтуынша, батпақтың маңында жаманат ниетпен келгендерді жұтып қоятын үнсіз рух кезіп жүреді екен. Ал жақсы адамдарға ол рух әрқашан жол сілтеп, аман есен шығарып саладымыз. Қасым өз үйшігінде қалып, орманның тыныштығын күзете берді. Өйткені ол білетін, табиғат әрқашан әділ, ал әке махаббаты бұл әлемдегі ең жойқын әрі ең құдіретті күш. Тамам.